Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін қазір біз Алтын Ордадан сөйлеп тұрмыз. Алтын Орда бывший бозарық, здесь клиника Абдувалиев. Я профессор Абдувалиев, доктор наук, профессор. Бүгінгі темамыз өте қызық тема болады. Біздің клиникада біз халықтарға ескі өзіміздің түркі халықтарының медицинасының көмегімен лечение жасап жатырмыз. Бұл Авиценна медицинасы. Мына Авиценнаның кітабы. Осы кітап бойынша мен докторский қылғанмын Ташкентте. Енді бұның қағидалары, қағидаларын айту үшін мен қазір бір нәрсеге тоқтамақшымын. Қазір біздің Қазақстанда, яғни Шымкентте біздің ең көп жол тұрып жатқан ауруларымыз жировой гепатоз болып жатыр халқымызда. Потом қанның қоюлығы болып жатыр. Екінші, үшінші гипертонический болезнь. Үш ауруынан катастрофа болып жатыр да. Жировой гепатоз барып цирроз қалып келеді. Қан қоюлығы барып инфаркт, инсульт соған бәрін әкеліп жатыр қазір. Гипертонический болезнь то же самое. Инсульт, инфаркт соған әкеледі барып. Енді бұлардың ішінде ең главный бүгін тоқтамақшымыз қанның қоюлығы. Мен неге бұған тоқтамақшымын? Кеше маған бір келіншек келді, жасы 43-те жасы. Құржайдың клиникаға келді. Енді ана 2 айдан бері жүріп бас айланады, головокружение. Енді докторлар айтты, ешқандай ауруың жоқ, жүре бер депті. Содан кейін тексеріп көрдік, оказывается тексеріп көрсек, оның сонный артерия дегені бір жағында 100% бекіліп қалған да уже. 100% бекіліп қалған. Оның сосудистый хирург, нейрохирургтар көрген, біреу айтқан операция қылып болмайды деген, біреу болады деген. В общем, очень қиын жағдайда, анау енді жылап жүр, не қыламын деп. Енді мен айтпақшымын, оның лечениясы бәрі басқа екінші мәселе ғой, бірақ ең главный мен айтпақшымын, сол дәрежеге шейін жеткізіп келмеу керек та. Оның өзі кім болып істейді екен? Үйінде жаңағы не тігер екен? Швея, тігін тігер екен да. Тігін тігер екен, полный диета нарушение болған, образ жизни неправильный, сидячий образ жизни, күніне бүйтіп отырады, тігеді былай. Енді сұрап сүрсін ғой, қалай не жейсің, не қоясың, не қыласың деп. В общем, здоровый образ жизни апарылмаған да. Сол жерде Ибн Синаның қағидасын айтпақшымыз мындан. 4 қағида рол ойнайды. Бірінші, Аллаға сену. Екінші, мижаз теориясы. Үшінші, салауатты тұрмыс салты. Төртінші, духовный состояние, адамның жаңағы духовный состояниясы. Енді бұны айтпақшымын мен. Енді олардың ішіндегі нарушение болған, ең біріншісі мижаз теориясы нарушение болған, потому что неправильный питание болған, екіншісі образ жизни нарушение болған. Соның арқасынан қан қойласып кетіп қалған, қан қойласқаннан кейін тамыр бекіліп қалған. Оған шейін ол сезбестен жүре берген. Бірақ бір жыл алдын уже байқай бастаған, уже память кетіп жатыр, сөйлегенде сөздерді ұмытып қалады, бірінші белгілер, қолдар үйісе бастаған. Но докторға бармаған да ол. Когда уже 100% тамыр бекіліп қалғаннан кейін барған, когда уже головокружение началось, уже барған. Потом уже поздно болған да уже. Соның үшін бүгін біз қанның қоюлығы туралы әңгіме жүргіземіз. Неге қан қоюласады? Оны қалай білсе болады? Қоюлатпау үшін не жасау керек? Қандай профилактика жасау керек? Лечение туралы тоқтаймыз. Енді қанның қоюлығының ең бірінші себебі адамның тамағына байланысты. Тамақ. Адам мижазға қарап тамақтанбаса, яғни ыстық мижазды тамақтар жесе, адамның обязательно қаны қоюласады. Тамақтың бәрі екіге бөлінеді. Ыстық мижаз, суық мижаз. Суық мижаз тамақтар қанды сұйдырады. Енді ыстық мижаз қанды қоюлатырады. Бұл отдельный тема, тамақтардың көз сортировкасын қылып береміз сіздерге. Бірақ ең главный бірінші мәселе сол, диетаға қарау керек. Екінші мәселе образ жизни. Образ жизни болғанда қалай? Жүруі, тұруы, жаңа мен айтып өттім қарындасты. Ол күнде азынан кешке шейін 8 сағат, 9 сағат отырар екен, ішінде тігіп машинаны қимылдамайды екен, сәл-сәл жүрер екен. Содан кешқұрым сағат 9-да тамаққа тойып алады, содан жатты одан кейін. Соның арқасынан кеп шыққан. Енді духовный состояниясы бәрі жақсы. Очень духовная женщина. Ұстаған нәрсесін жұлып алатын әйел да, айтқан нәрсесін қылатын, очень волевая. Волевой болған үшін 9 сағат, 10 сағат отырып екен несінде. Рабочий үстелінде да, өзін туралы ішінде ойламаған да. Онан кейін қанды қоюлатыратын және бір нәрсе эмоциональный состояние. Адамда 4 эмоция бар. Күлу бар, қорқу бар, ашу бар, ой бар. 4-еу. Бұлардың ең главный қорқу, ашу, ой барлығы қанды қоюлатыр екен да. Егер адам қатты қорқса, қан рейс қойылып кетер екен. Ашу шыққан кезде де қан қойылып кетіп қалар екен адамда. Енді қанды ең сұйдыратыны бұл позитивный
яғни адам настроениесі жақсы болса, көңіл күй жайында болса, сонда адамның қаны сұйық болар екен да. Көңіл күй жайында болса, так, адамның қаны сұйылар екен. Енді адам когда напряжение жүрсе, всегда басында проблема, ой көп, так, раздражение көп, негатив көп. Бұның бәрі автоматически қанды қойлатып жібереді екен да. Соның үшін қанның адам қою сұйығына өте көңіл бөліп қарап тұру керек екен да. Потом здоровый образ жизни апару керек. Здоровый образ жизни қалай? Күнде қимылдау керек. Жаңағыдағы қарындас айттым ғой, бір күнде почти 9 сағат, 10 сағат отырған несінде, скамейкасында. Ол 2 сағат километражды есептейтін болсақ, минимум 5 километрда 10 километр жүру керек. Жүргеннен кейін адамда қан жүріседі, тромбтар ериді. Потом жидкость. Жидкостьті 1,5 литр, 2 литр ішу керек. Жидкость аз болғаннан кейін тоже қан қойылады. Так, потом состояние внутренних органов. Жировой гепатоз болатын болса, ол автоматически бірін поддержка қылып кете береді. Жировой гепатоз қанды қойылатырады. Так, енді және состояние внутренних органов, поджелудочная железа тоже қанды қойылатырады. Так, егер поджелудочная железада жировой шлак толып қалған болса, тоже. Енді организмді уақыт-уақытынан тазалап тұру керек. Ішкі аппараттың бәрі засоренный болғаннан кейін тоже қан қойылады. Сөйтіп қан қойылудың себептері өте көп. Соны қан қойылуына өте көңіл бөлу керек, алдын алу керек. Так, оның үшін не қылу керек? Біріншіден, адам мижазына қарап тамақтану керек. Ең қан сұйдыратын нәрсе кислый нәрселер қасы, кислый. Бізде кислый не? Кислый айран кислый, лимон кислый. Ең кислыйдің қанды жақсы сұйдыратын квашеный капуста. Квашеный капуста. Мысалы үшін еще кислый піспеген жүзім. Мысалы үшін піспеген алма. Бұлардың бәрі кислый. Бұлардың бәрі қанды сұйдырар екен. Если кімнің қаны қою болатын болса, осы кислый нәрселерді көп жеу керек екен, сонда қан сұйылып отырады. Енді бұлардың бәрі суыққа кіреді. Ыстық мижаз тамақтар. Жареный, жирный, майлауқаттар, жылқының еті, қойдың еті, кто любит. Так, сладостар. Так, мынау өне кейін жаңағы түрлі нелер бар ғой, жаңағы нелер. Напиткалар, кола, дизи, энержи. Әсіресе энержилар өте қанды қойлатыр жібереді екен да. Потому что бұлардың бәрі резкі энергияны көтеріп, қанды қойлатырғаннан кейін тромбтар пайда болып, уже тамырлар бекілгеннен кейін уже жаңағыдай жағдай келіп шығады. Айтты ғой, жаңағы келген қарындас бір жағындағы тамыры 100% бекіліп қалған. Так, нейрохирургтар айтты, осымен жүре бересің депті. Өзі жүре алмай шатан кетіп барады да былай. Так, соның үшін диетаға қарау керек бірінші, потом